Әйелдердің намаз оқу үлгісі. Имам Әбу Ханифа мазхабы бойынша Алла оған разы болсын, таң намазының 2 ракат сүннеті және 2 ракат парызы. Әйел баласы мен ер кісілердің намаздарының арасында бірнеше өзгешеліктер бар. Атап айтсақ, әйелдер ер кісілер сияқты азан шақырып қамат түсірмейді. Бет-жүзі мен білезігіне дейінгі денесінің қолынан өзге жері жабық болады. Әйел адам үшін мешіттен гөрі үйде отырып намаз оқығанның сауабы мол. Таң намазы 4 ракат. Алдымен 2 ракат сүннеті, кейін 2 ракат парызы оқылады. Парыз намазы бұл мұсылман үшін міндетті намаздар. Оларды оқымау күнә, ал орындау сауап. Сүннет намазы бұл міндетті емес, бірақ пайғамбар Мұхаммедтің оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын орындаған намаздары. Сүннет намаздарын оқу сауап, бірақ орындамау күнә емес. Намаз оқудың дұрыс үлгісі таң намазының парызы. Ниет еттім Алла разылығы үшін бүгінгі таң намазының парызын оқуға, жүзімді қараттым құбылаға. Ниет шын жүректен айтылуы тиіс. Ниеттің тек тілмен ғана айтылып, жүрекпен бекітілмесе намаз қабыл болмайды. Аллаху акбар. Мағынасы: Аллах ұлық деп ифтитах тәкбірі алынады. Ифтитах тәкбірін алып, Аллаға құлшылық ету кезінде ештеңе адамның ойын бөлмеу керек. Әйелдер тәкбір алғанда алақандары құбылаға қарап, саусақтары жай ғана ашық қалпында және саусақ ұштары иықтардың тұсына келетіндей түрде қолдарын жоғары көтереді. Тәкбір алғаннан кейін қол байлайды. Түрегеліп тұрғанда сәжде жасайтын жерге қарап тұрады. Оң қолы сол қолының үстіне келетін түрде қолдарын кеудесіне ұстап, Субханака дұғасын айтады. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Мағынасы: Я Алла, сен кемшілік сипаттардан пәк және ұзақсың. Сен әр уақыт мақтауға лайықсың. Сенің атың мүбарак. Сипатың өте жоғары. Мақтауға лайық. Сенен өзге тәңір жоқ. Содан кейін: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Мағынасы: Қуылған шайтанның кесірінен Аллахқа сыйынамын. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Содан кейін Құрандағы Фатиха сүресін оқиды. Алхамдулиллахи раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Мағынасы: Барлық мақтау бүкіл әлемдердің Раббы, Рахман, Рахим және қиямет күнінің иесі Аллаға тән. Тек саған ғана құлшылық қыламыз, әрі сенен ғана жәрдем тілейміз. Бізді тура жолға сала көр. Нығметке бөлендіргендеріңнің жолына, ашуға ұшырағандарың және адасқандардың жолына емес. Фатиха сүресінен кейін қосымша тағы қысқа бір сүре оқылады. Қысқа сүрелер әр бірінші және екінші ракатта қайталанып тұрады. Кәусар сүресі: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Мағынасы: Я, Мұхаммед, біз саған кәусарды бердік. Сондықтан Раббың үшін намаз оқы, құрбан шал. Расында ұрпақсыз қалған, сені жамандаған дұшпанның өзі. Аллаху акбар. Мағынасы: Аллах ұлық деп рукуға барады. Рукута сәжде жасайтын жерге қарай. Әйелдер рукута арқасын кішкене еңкіш ұстап, еркектердегідей саусақтарын ашпай, қолдарын тізелерінің үстіне қояды. Тізе шынтақтарын біраз бүгіп тұрады. Рукута 3 рет Субхана раббиял азим.
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم Мағынасы: аса үлкен Раббым күллі кемшілік атаулыдан пәк деп айтады. سمع الله لمن حمده Мағынасы: Аллах өзін мадақтаған жанның мадағын естейді деп айтып, рукуқтан тұрады. Және тік тұрғаннан кейін. ربنا ولك الحمد Мағынасы: ей Раббымыз Аллах, хамд мен мадақ саған ғана лайық дейді. الله أكبر Мағынасы: Аллах ұлық деп сәждеге барады. Сәждеге жығылғанда алдымен тізелер, содан кейін қолдар және маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде бас екі қолдың арасында болады. Сәждеде 3 рет. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى Мағынасы: асаулы Раббым күллі кемшілік атаулыдан пәк деп айтады. Әйелдер сәждеде білек шынтақтарын қабырғаларына тигізіп ұстайды. Аяқтары саусақтармен жерге тіреліп тік ұсталады. Саусақтарының ұштары құбылаға қараған түрде келеді. الله أكبر Мағынасы: Аллах ұлық деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда қол саусақтардың ұшы тізеге тиіп, қолдар санның үстіне қойылады. Екі сәжде арасында Субхан Аллах дейтіндей бір қысқа уақыт отырылады. Әйелдер екі аяғын оң жағына жіберіп, жартылай жамбастап отырады. الله أكبر Мағынасы: Аллах ұлық деп екінші сәждеге барады. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى Мағынасы: асаулы Раббым күллі кемшілік атаулыдан пәк дейді. الله أكبر Мағынасы: Аллах ұлық деп екінші рәкатқа тұрып қолдары байланады. Сәждеден тұрғанда алдымен бас, одан кейін қолдар, соңында қолдар мен тізені таянып тік тұрады. Осымен бір рәкат орындалады. Түрегеп тұрып, оң қолын сол қолының үстіне қойып. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Фатиха сүресінен кейін Құрандағы қысқа бір сүре оқылады. Иқлас сүресі. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Мағынасы: айт, ол Алла біреу ғана. Алла самат, әр нәрсе оған мұқтаж. Ол тумады да туылмады. Ешбір барлық оған тең емес. الله أكبر Мағынасы: Аллах ұлық деп рукуға барады. Рукута сәжде жасайтын жерге қарай. Әйелдер рукута арқасын кішкене еңкіш ұстап, еркектердегідей саусақтарын ашпай, қолдарын тізелерінің үстіне қояды. Тізе шынтақтарын біраз бүгіп тұрады. Рукута 3 рет. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم Мағынасы: аса үлкен Раббым күллі кемшілік атаулыдан пәк деп айтады. سمع الله لمن حمده Мағынасы: Аллах өзін мадақтаған жанның мадағын естейді деп айтып, рукуқтан тұрады. Және тік тұрғаннан кейін. ربنا ولك الحمد Мағынасы: ей Раббымыз Аллах, хамд мен мадақ саған ғана лайық дейді. الله أكبر Мағынасы:
Аллах ұлық деп сәждеге барады. Сәждеге жығылғанда алдымен тізелер, содан кейін қолдар және маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде бас екі қолдың арасында болады. Сәждеде 3 рет. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Мағынасы: асаулы Раббым күллі кемшілік атаулыдан пәк деп айтады. Әйелдер сәждеде білек шынтақтарының қабырғаларына тигізіп ұстайды. Аяқтары саусақтармен жерге тіреліп тік ұсталады. Саусақтарының ұштары құбылаға қараған түрде келеді. Аллаху акбар. Мағынасы: Аллах ұлық деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда қол саусақтардың ұшы тізеге тиіп, қолдар санның үстіне қойылады. Екі сәжде арасында Субхан Аллах дейтіндей бір қысқа уақыт отырылады. Әйелдер екі аяғын оң жағына жіберіп, жартылай жамбастап отырады. Аллаху акбар. Мағынасы: Аллах ұлық деп екінші сәждеге барады. Субхана раббиял а'ла Субхана раббиял а'ла Субхана раббиял а'ла. Мағынасы: асаулы Раббым күллі кемшілік атаулыдан пәк дейді. Аллаху акбар. Аллах ұлық деп сәждеден басын көтеріл тізерлеп отырады. Отырғанда саусақтарының ұшы тізеге тиіп, қолдары санның үстіне қойылады. Отырғанда әт-тахият дұғасын айтады. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Намазда әт-тахият дұғасының إله яғни тек қана Алла бар деген жерінде сұқ саусақты көтеріп, Алланың бір дара екендігін ишарат ету барлық мәзһабтарда мұстахаб амал. Яғни істесең сауап, істемесең күнә емес. Ханафи мәзһабындағы айырмашылық мынау: сұқ саусақ إله деген кезде көтеріліп, إلا الله деген кезде түсіріледі. Сұқ саусақты көтеріп ишарат ету Алладан басқа тәңір жоқ деген мағынаны қуаттау үшін жасалады. Мағынасы: тілмен, денемен және мал-мүлікпен орындалатын ғибадаттардың бәрі Аллаға ғана тән. Жоғарғы мәртебелі пайғамбар, Алланың сәлемі, рахметі және берекеті саған болсын. Сәлем және сәлеметтік бізге және Алланың игі құлдарына болсын. Шахадат айтамын: Алладан басқа ешбір тәңір жоқ екеніне. Және де шахадат айтамын: Мұхаммед Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, Алланың құлы, елшісі. Содан кейін Аллахумма салли дұғасы айтылады. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Мағынасы: Алла, Ибрахимге және ұрпақтарына рахмет еткеніңдей Мұхаммедке және Мұхаммедтің ұрпақтарына да рахмет ет. Шын мәнінде сен аса мақтаулы әрі жоғарсың. Сосын Аллахумма барик дұғасын айтады. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Мағынасы: Алла, Ибрахимді және ұрпақтарын мүбәрәк еткеніңдей Мұхаммедті және Мұхаммедтің ұрпақтарында мүбарак қыл. Шын мәнінде сен аса мақтаулы әрі жоғарсың. Содан кейін Раббана әтина дұғасы айтылады. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Мағынасы: Алла, бізге дүниеде де жақсылық бер, ақыретте де жақсылық бер.
және тозақ отынан сақтай көр. Соңында бірінші оң иыққа қарап, Ассаламу алейкум ва рахматуллах. сосын сол иыққа қарап, Ассаламу алейкум ва рахматуллах. намаз аяқталған соң екі қолды кеуде деңгейіне қойып мына дұғаларды оқиды. Астағфируллах. 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 Мағынасы: Аллахтан кешірім сұраймын. Сосын: Аллахумма антассалам ва минкассалам. Табаракта я зал джалали вал икрам. Мағынасы: Аллахым, сен сәлемсің. Сәлем сенен. Сен күллі нұқсандық атаулыдан пәксің. Дүние мен ақырет сәлеметі мен бейбітшілігі сенің көмегіңмен ғана болады. Нағыз қасиетті сенсің, құдірет пен жомарт иесі Раббым деген дұға айтылады. Осымен 2 ракат таң намазының парызы аяқталды. 2 ракат сүннет намазы да осылай оқылады, тек қосымша сүрелерде Нас сүресі мен Фалақ сүресін оқысаңыздар болады. Ниеттеріңіз қабыл болсын. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Қай намаз қанша ракат оқылады? Таң намазы 2 ракат сүннет, 2 ракат парыз. Бесін намазы 4 ракат сүннет, 4 ракат парыз, 2 ракат сүннет. Екінді намазы 4 ракат парыз. Ақшам намазы 3 ракат парыз, 2 ракат сүннет. Құптан намазы 4 ракат парыз, 2 ракат сүннет, 3 ракат үтір уәжіп намазы. Орындауға ниет жасаңыз дәрет, және бастамас бұрын, бисмилла, Алланың атымен деп айтыңыз дәрет. Қолыңызды жуыңыз. Аузыңызға су құйыңыз. Мұрынға суды жұтыңыз. Бетіңізді жуыңыз. Төменгі қолдарыңызды саусақтардың ұшынан шынтаққа дейін жуыңыз, құрғақ бөлігін қалдырмаңыз. Басыңызды тазалаңыз. Құлағыңызды ішінен және сыртынан сүртіңіз. 2 аяғыңызды жуыңыз. Қолыңызды шайыңыз. Аяқтағаннан кейін дұға оқыңыз.